үндеу. Бүгін қаңтар айының 5-і 2026 жыл Ақтөбе облысы Темір ауданы Бәшенгөл мұнай өңдеу кен орны Адойл жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Леопард мекемесінің жұмысшыларының атынан құрметті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға және Ақтөбе облысы әкімі Шахаров Асхат Берлешұлы мырзаға, Темір ауданы әкімі Жақсылықов Алмас Жақсылықұлы мырзаға қазіргі таңда біздің адал еңбегіміздің ең төменгі жалақысы 189 мың теңге. Бұл жалақы жанұямыздың, коммуналдық қызметіміздің және азық-түлігімізге жетпейді. Азық-түлік ай сайын қымбаттап жатыр. Бұған дейін түнгі ауысым, больничный, отпускной төленбеді. Жалақымызды 30%-ға көтеруді сұраймыз. Басшылар кен орнына төбе көрсетіп келген емес. Бұл мекемеде жұмысшылар саны 182 адам. Осы адамдарды толықтай жұмыстан босатты. Себебі біздің талаптарымызды орындамады. Бұл кен орнында операторлар, лаборанттар, разработчийлар және спецтехник мамандары, слесарьлар, сварщиктер, электриктер жұмыс жасайды. Осы адамдардың арыз шағымы жұмыс беруші тарапынан еңбек шарты жасалмай, оның орнына азаматтық құқықтық шарт ГПХ ұсынылды. Іс жүзінде біз бекітілген жұмыс кестесі, яғни 15-15 кестесі бойынша еңбек етіп, жұмыс берушінің басшылығына бағынып, еңбек міндеттерін тұрақты түрде орындап, еңбек ақыны ай сайын алып отырмыз. Осы жағдайлар еңбек қатынастарының белгілерін көрсетеді. Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес мұндай қатынастар еңбек шартымен рәсімделуі тиіс деп есептейміз. Қолдайсыздар ма? Қолдаймыз!